Армысыздар, қымбатты достар. Бүгін біз денсаулық туралы сұхбат жүргізетін боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Жітсай қаласына танымал Роза Косма ханым келіп отыр. Хош келіпсіз. Бүгін біз Роза Косманың жалпы денсаулық қалай өзіне қайтып келді, денсаулығын қалай аяққа тұрғызды, сол туралы айтып өтетін боламыз. Бұл кісінің қандай өнімдерді тұтынғаны туралы толық мәлімет беретін боламыз. Ал Роза ханым, алғашқы сұрағымызды бастайық. Сіздің көп жылдар бойы ауыр дертке ұшырап, жаңағы ем іздеп, шетелдерді аралап, сол жақтан дәрігерлермен бірге жұмыс істегендеріңізді білеміз. Қандай дерт еді, сол туралы айтып өтсеңіз? Қайырлы кеш, Гүлмира ханым. Енді қысқа айтып өтетін болсам, қазір енді мен бұның 9 жыл болды, бұл халден аяққа тұрып, өте үлкен тәжірибе, практика жинап, көп жетістікке жеткеніме қысқа айтатын болсам, бұл 2016 жылы негізі бізде отбасылық бизнес бар. Сол бизнесте аяққа тұрамыз деп үлкен компанияларды бағындырып, жолдасымен тоқтаусыз жұмыс істедік. Әрине ол кезде денсаулық сыр бере бастады, бірақ адамның бір қателігі, адам құлап қалғанша жүреді екен. Ертең, ар күні деп бір дәріні ішіп, бір системаны салып жүре бердім. Бірақ соңында 2016 жылы мен ес-түс білмей құладым. Әрине ол кезде уже ең алғаш шаршау басталған менде. Шаршау ақырында жүрмей жатып қалдым, шаршағаным соншалықты. Қандай диагноз болды? Сонда маған 2016 жылы Алматы Тазирайский медцентрде волчанка, склеродермия, осы 2 диагноз қойылды. Әрине мен ол диагноз туралы мүлдем хабарсыз едім. Кейін енді дамыған zaman ғой, желінің бетін ашып қараған кезде, ютубтың бетіне бұның емі жоқ, өте ауыр диагноз дегенді оқып, ең алғаш өзімді ұстай алмай, қатты жоғалтып, мен осы 40-тан асқан шағымда осына емі жоқ диагнозға жолыққаным естіп. Әрине қолды қусырып отырмай, дәрігердің барлығына жүгіндік. Онымен қоймай, мен тек қана өзіміздің мемлекетіміз емес, өте мықты Кореяға бардым, Кёнхи клиникасына. Бірақ ол жерде маған айтқаны, бұл дерттің сізге волчанканы қойылғаны рас екен, бұл системалардың бәрін істен шығаратын диагноз екен. Бұл жерде тек қана біз сізге гормон береміз, преднизолон, басқа бізде амал жоқ деп ол жерде маған солай түсіндірді. Бірақ мен ол гормонды іштім, ұзақ уақыт іштім. Соңында сол гормонның көптігі сонша мен ісініп, менің туған туыстарым өзі танымай қалды. Соңында маған жұтыну қиын болды. Кейін ютубтың бетін оқып мен іздей бастадым. Сонда бұл дерттің волчанканың гормонмен жазылмайтынына, ол уақытша біздің өмір сүруімізге кішкене қосымша екенін түсіндім. Кейін мен ары қарай өз бетімше ізденуді жалғастырдым. Қандай жолдарды іздедіңіз? Қандай қосымша витаминдер іштіңіз бе, не істедіңіз? Мен енді ол жерде өкінішке орай қазір бұл красный системный волчанка туралы мәлімет өте көп, және одан жазылғандар саны көбейіп жатыр. Бұдан 9 жыл алдын ондай мәлімет жоқ. Сонда мен нені іздедім? Мен егер 4-ші сатылы, 4-ті степень дейді ғой, онкология жазған адамдар болса, онда менің де жазылма мүмкіндік болатын шығар деп, мен сол 4-ті степень онкология деп ютубтан іздей бастадым. Сонда маған бір осы дертті жеңуге, тұруға бір талшық дейді ғой, болған нәрсе ол коралдан таптым мен. Қалай мен қазір корал өнімдерін ішіп аяққа тұрдым, әуелалла. Сонда сол коралда бір профессор Ольга Алексеевна Бутакова 4-ші сатылы онкологияны аяққа тұрғызып, химиянды алдырып, коралдың өнімдерін беріп, одан жақсы болып, жаңағы анализді алып, сахнада тұрып, сол жерде сол признание дейді ғой, бір-бірін құшақтап, құттықтап тұрған, жылап тұрған сәтін көрген кезде, мен ол жерде қосылып, сол ютубты көріп жыладым. Өйткені осы 4-ті степень рак крови жазылған болса, мен де жазылам деп. Солай мен Қаралға күтпеген жағдайда осындай бағдайға келіп қалдым. Демек, сіз өзіңізге сенім бердіңіз, иә? Мен осы Қарал продукциясынан
дерттен толық айығамын, жазыламын деп өзіңізге былайша айтқанда программа қойдыңыз ғой. Дұрыс айтасыз. Қарал қандай компания ол? Қай мемлекеттікі? Дұрыс айтасыз Гүлмира ханым. Неге мен бұл Карал клубтың өніміне келіп қалдым? Мен Кореяға барып 4 рет емделдім. Соңында ол жерде маған бір укол салғанда, бұл 2017 жылы 4 желтоқсанда келгеннен кейін 19 желтоқсанда мен жүрмей қалам. 6 ай инвалид коляскасына отырам. Мен Кореяға звондасам телефонымды алмайды ғой. Сонда мен білдім, бұл дерттің емі жоқ, мен кетіп жатқанымды. Енді ол кезде менің түрімді көрген адам, мына қыз ертең кететін адам деп ойлайтын еді. Мүлдем хал жоқ, жатып қалған адам едім. Сонда профессордың бір сөзі менің өмірге деген мотивация, құлшынысымды, сенімді оятты. Соны айтайын. Нет диагноза, нет болезни. Надо правильно питаться, надо напоить организм витаминами, надо двигаться. Осы сөзді естігенде мен волчанка, диагноз, ем жоқ деген сөзге байландым ғой. Сонда ана сөзді естігенде не диагноза деп жатыр ғой деп мен сол жерде солқылдап жылағанмын. Сонда мен сол не диагноз деген профессордың сөзі мен осы дерттен шығуыма бір үлкен септік болды. Енді сіз сол профессордың сөзін тыңдап, өзіңізге бір шешім қабылдап, дертіңізге басқаша көзқараспен қарап, витаминдер тұтынып бастадыңыз. Бұл қандай компания? Қай мемлекеттікі? Енді қазір ол жерде Карал клуб не? Қазір компания көп, өте көп. Мынау неде жаңбырдан кейін Саңырауқұлақ сияқты компаниялардың түрі көбейіп жатыр. Бірақ осы профессордың диагноз жоқ деген сөзі маған бір түрткі болды дедім. Бұл жерде витамин деп қазір дәрумендер өте көп. Ең біріншісі бұл жерде ағзаны тазалайды екен. Біз не үшін ауырамыз? Біздің қазіргі білесіздер барлық нәрсе, мына жейтін өнімдеріміздің барлығы қоспа бар. ГМО дейміз. Біздің жейтін затымыздың ешқайсысы таза емес. Осы бір жағы, екінші ішкен суымыз таза емес. Одан кейін супермаркеттегі қолданылып жатқан тағамдардың ешқайсысы біздің ағзамызға денсаулық әкелмейді екен. Ал бұл жерде ең бастысы ағзаны тазалайды. Яғни детокс, ағзаңдағы токсиндерді тазарту. Осыдан бастадым. Екінші, әуел Алла деп айтамыз, сенім біздің барлығымыз жаратқан о баста жаратушы, намаз, дұрыс тамақтану, ағзаны тазалау, осы нәрселер ровно 6 айда Карал клубтың өнімдерін мен тоқтамай пайдаландым. Неге? Өйткені менде басқа жол жоқ еді. Корея телефонды алмайды. Ютубтың бетін ашсаң, бұл дерттен адам тез кетіп қалады деген беттерді оқыдым. Тәуекел, мен қалам, кетем. Басқа уақыт жоқ. Осылай тәуекелді Алла жақсы көреді дейді. Мен өз бетімше ешкімнен сұрамай ютубтың бетін ашам. Шашым төгіліп жатыр. Шаш төгілгенде не ішеді? Корал, Бутакова не айтады деймін, орысшалап. Ол жерде айтып тұрады. Күніне бір МСМ ішесің десе, мен үшеу ішем. Жүрек тоқтамай соғады. Жүрек соққанда не ішу керек? Балықтың майы омега, күніне біреу, мен үшеу ішем. Ровно осылай 6 аймен пайдаландым тәуекелдеп. Сенесіздер ма? 6 айдан кейін мен қалпыма келіп, коляскаден де тұрдым. 2 балдақты да тастадым. 1 балдақты тастап, керемет. Москвада Бутакованың алдында платный сабақта отырдым. Керемет нәтиже. Бұл витаминнің ең басты мақсаты ағзаны тазалау. Солай болып тұр ғой енді. Сіз басқа дәрі, басқа қосымша медициналық бір дәрі-дәрмектерді аптекадан тұтынған жоқсыз. Маған ол кезде гормон берген еді. Гормонды қоюға болмайды деген мен үлкен бір қателігім, және үлкен доза гормон ішкен кезде оны тоқтаттым. 3 айдан кейін мен тек Каралды ішіп жүрдіңіз. Өлімсеу жаттым ғой. Содан кейін Кореяға бардым. Корея гормоннан басқа ем жоқ деп ол жақта соны берді. Өз бетім жаңа бағана айтып өттім. Ізденудің арқасында осы Каралды тауып, осы Каралдың бүкіл өнімден ішкен кезде мен азғантай 1,5 миллиграмм преднизолон ішетінен басқа ештеңе ішпедім. Кейін тағы да ең бастысы өте қатал диетада болдым. Ол қандай диета десе, ол Ашығудың құдіреті деген кітаптың авторы Пол Бректің қатал диетасын ұстадым. Осы нәрселер бүгінгі таңда міне 9 жылдық тәжірибем. Айықпас
красный волчанка, склеродермия деген дерттерді ұйықтатып, ешқандай дәрі-дәрмек ішпей, ешқандай дәрігерге бармай, түн ұйқым тыныш, энергиям тасып, бақытты өмір сүруге алып келді. Дұрыс, Алла шипасын берсін, ауырмаңыз. Ендігі сұрағым, қазіргі таңда адамдардың, яғни өзіміздің тамақтану, немесе күн тәртібінде уақытылы ұйықтамау, кеш тұру деген сияқты өте көп жағдайлар кездеседі. Жалпы адам нені сақтау керек? Дұрыс денсаулықты сақтау үшін ең алдымен қандай ереже сақтау керек? Қазір адамдардың барлығы 21 ғасыр, дерт күннен күнге көбейіп жатыр, бірақ дерттен жазылу да күннен күнге көбейіп жатыр. Қазіргі жағдай адамдардың барлығының ең бірінші жауы мынау алақанда телефонда болып тұр. Телефон үлкеннің кішінің қолында, түнімен сол телефонға қарап, уақытылы ұйықтамау. Авиценна осыдан 1000 жыл бұрын айтқан екен, қандай дерт болса да, ерте тұру, ерте жату ең бірінші біздің еміміз. Одан кейін таңертең ерте тұрып 10 000 қадам жүру. Қазір менен сұраса, Роза, өзіңіз айтып отырсыз, неден бастау керек десеңіз, супермаркеттегі мынау тәтті су, газированный, мен оны қазір ешқандай жасырмай айтамын. Кола, пепси, дизи, горилла біздің болашағымызға балта шауып жатыр. Өз көзіммен көріп отырмын, мынау горилла ішіп жүректен кетіп жатқан балалар. Оны айқайлап тұрып айтуымыз керек. Оны ішіп жатқан менің және сіздің балаңыз, оны біздің ұрпағымыз. Әрине. Енді мына статистика бойынша Қазақстанда бір жылда 120 000 адам сахар болып ауырып жатыр екен. Оның ішінде 40 000 бала дейді. Ол ертең не болады? Ұрпақ не болды? Сондықтан мен айтар едім, алайындар, мен ата-анамын, сіз ата-анасы, көріп отқан ата-ана, осы дизи, горилла, пепси, осы сусындар рахат береді, ол өзіне байлап қояды екен. Зависимый дейді ғой, осыны атсалысып барынша біз тоқтатуымыз керек. Ерте тұру, ерте жату, көбірек спортпен айналысу, ең алғашқы табиғи ем осы. Енді бір мысал келтірейік. Мысалы, бір адамды алайық. Мысалы, мен алайық. Азында түнде кеш жатамын дейді. Мен мысал ретінде келтіріп жатырмын, әрине ондай емес, түнде кеш жатамын. Азында ұйқыдан оянуым өте қиын. Сағат, мысалы, 7-де тұруым керек болса, 7 емес, қазір тұрам деп сағат 9-да оянам. Одан кейін жаңағы, енді сіздерде таңғы азанғы уақытта бір стакан су ішу керек, ағзаны ояту үшін деп айтып жатады ғой. Ол нәрсені де жасамаймын. Келіп, түскі уақытта майлы тамақ жеймін, кешкі уақытта тағы қонаққа бар, тағам жеймін. Сонымен күнделікті осылай өтіп жатыр. Мен ағзама күнделікті салмақ беріп жатырмын, дұрыс па? Осы нәрседен арылу үшін тәттіге өте құмармын. Тәттіден тоқтату үшін, азанда тұрғанда сергек болып ояну үшін не істеу керек? Енді бұл нәрсені сұрап жатқаным себебі қазір екінің бірі сондай. Қалай істейміз? Күнделікті телефон қолымызда, жаңа өзіңіз айтпақшы, қызықтың бәрі соның ішінде. Біз отырамыз, күнделікті парақшамызды қараймыз. Уақыттың қалай зымырап өткеткенін байқамаймыз. Азанда есесіне біз зорға ұйқыдан оянамыз. Осындай адамдар өте көп. 10 адамның 8-і осындай десе қателеспейміз. Қандай кеңес бересіз? Қандай өнім ішуге болады? Осы коралды тұтынған кезде адам қандай пайда көреді? Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда және 10 адамның 8-і дейсіз, мен айтатын 10 адамның 99-і дәл сіздің халде болып жүр. Ол деген сөз, содан ғой бізде қазір жаман дерттің көбейіп кеткені, дерттің үдеп кеткені. Бірақ бір менің қынжылатыным, адамның басы, бір жерге тақы тиіп, басың екі бөлініп, немесе әбден сол жер қанаған кезде барып тоқтайды екен да. Менің қазір айтып жүргенім, әр адамның санасына өзі тоқтам беру керек. Ол құдіретті күш бар.
Сол үшін мен қазір TikTok бетінде желін жүргізіп жатырмын. Өзімнің ауырған кезде халімді қойып жатырмын. Қазір маған тегін марафондар жүргізіп жатырмын. Адамдардың күннен күн көбейіп жатыр. Маған кімдер келіп жатыр? Өкінішке орай дертті өткізіп, дәрігерге барып, сахар болса аяғынан айырылып, көзі уже көрмей, операциядан кейін одан бетер нашарлап, осындай адам келіп жатыр. Мен қазір өзімді денсаулық жаршымын деп айқайлап елге шыға бастадым. Алдын алу керек. Егер сіз ол халден шыға алмаймын десеңіз, ертең сахардан бір емес екі аяғыңыздан айырылып, көзіңіз катаракта болып, оны емдеп ары қарай көрмей, немесе жаман дерт келіп, ем жоқ деген күн әп-сәтте келу анық. Өйткені өзіңіз ойлаңыз, өзіңіз жай ғана ойлаңыз, сіздің айналаңызда подруга, жолдастарыңыз, көршіңіз, жұмыстағыларыңыздың үйінде, әрқайсының үйінде бір өте ауыр дертті адам бар. Біреуі инсульт болып жатыр, біреуі сахар болып жатыр, біреуі тағы біреу. Соларды ойлаған кезде, мына заман не болып кетті? Мен көзімді ашайын, ертең мен не боламын, менің ертең балам не болады деп, өзіңізден бастауыңыз керек. Әр адам өзін түзеу керек. Ал енді оны қалай қоямын десеңіз, 7 күнде ми сізге бағынады. Жаңа таңертең тұра алмаймын дедіңіз ғой. Менде де ондай болған. 5-те тұру мен үшін ол ақыр заман деп айтсам да болатын еді. Мен түнде жатар кезде ұйықтар алдында мен таңертең 5-те тұрамын. Осылай мен 5 рет кем айтамын да. Мен сіз айтып көріңіз, таңертең сағат 5-те өзіңіз оянасыз. Сіздің миыңыз сізді оятады. Осылай жайлап ерте тұру, енді ол Құранда жазылған ғой, ерте тұру, ерте жату. Біз ерте жататын болсақ, түнде 11-де ұйқыда болуымыз керек. 11-ден сағат 4-ке дейін бізде ұйқы гормоны мелатонин бөлінеді. Мелатонин уақытын алатын болсақ, өзі сіз ұйықтап жатқанда ағзаңыздың барлығын реттеп, иммунитеттердің өзі артық нәрсені жойып шығады екен. Қазір бізде жоқ қой ол, барлығы телефонда. Сондықтан сіз анасыз, сіз өзіңізден бастаңыз. Сізді көріп ұлыңыз үйренеді. Осылай біз өзімізден бастасақ, кейін ұрпақта бізді көріп мынау не істеп жатыр деп, соған біз өзіміз ұйытқы болуымыз керек. Енді бұл өнімді қайдан аламыз? Сіздің байланыс телефоныңыз қалдырсаңыз, қазір мынау көріп жатқан көрермендер де әр адамның ойында жаңа өзіңіз айтпақшы бір дерті бар. Ол ауыр бола ма, жеңіл бола ма, бір себебі бар ғой енді. Осындай сұрақ туындағанда, осы Карал өнімін ішейінші деп сізді қайдан табамыз? Бұл өнім Карал клуб. Ол жерде бұл қазір сетевой дейміз ғой. Осындай сетевой. 25 жыл болды Карал клуб өнімі барлығына. Және қазір өте көп ауыр дерттер тұрып жатқаны ол рас нәрсе. Бұл Карал клубқа тіркелесіздер. Тіркелгенде сіз өте жеңілдікпен аласыздар 20%. Екіншіден, бұл Карал клуб өнімі қазір дүние жүзінде 189 мемлекетте бар. Яғни барлық дамыған мемлекетте. Ал енді ол өнімді қалай аламыз, неден бастаймыз десеңіздер, біріншісі ағзаны тазалайсыз. Ағза таза болғанда, ерте тұрып, ерте жатқанда, мынау спортпен айналысқанда, ол жердегі тірі су ағзаны тазалайды. Осыларды пайдаланғанда, жаңағы мен айтқан дүкендегі тәтті сулар тоқтатсақ, ағзаны тазаласақ, күндердің күнде дертсіз тастап кетеді. Бұл өнімді алу үшін байланысқа шығыңыздар. Мен енді үнемі осы желі бетінде Гүлмира ханыммен осы туралы айтып, бір адамды болса да денсаулығын сақтап қалуға кірісіп отырмыз. Бүгін бастадық Гүлмира ханыммен бірге. Ол үшін байланыс менің телефоным 701-899-1172. WhatsAppқа жазсаңыздар, біз әрқашан сіздерге жауап беруге дайынбыз. Рахмет сізге. Құрметті достар, бүгінгі біздің бірінші сұхбатымыз, яғни денсаулықтың жаршысы Роза Косма ханыммен қандай ем алуға болады, қандай дерттерге бұл өнімнің шипа болатын өздеріңіз естідіңіздер. Сондықтан да барлықтарыңызға тек қана денсаулықтарыңыз мықты болуына тілектеспіз. Хабарласыңыздар, байланысыңыздар. Қазір осы экран астында біз байланыс номерін қалдырамыз. Сіздерді күтеміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.